Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айғаным, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз бауырсақ жасаймыз. Ол үшін суды құямыз да, артынан дрожь саламыз, араластырып отырып тұзды саламыз, қантымызды саламыз, жақсылап араластырып сұйық май құямыз. Одан кейін ұнымызды сала бастаймыз. Шетінен саламыз, бәрін бірақ салмаймыз. Илеп осылай әдемі, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығу керек. Бетіне сұйық майды жағып, бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Көтерілгеннен кейін қамырымызды алып, осылай басамыз да, екі күлшеге бөліп, күлшелеп қоямыз. Одан кейін жая бастаймыз. Міне осылай етіп жайып, шет жаққа қарай формамызбен кесемізді бір жерге үйеміз. Формамызбен кесемен кессеңіздер де болады, стақанмен кессеңіздер де болады. Одан кейін қамырды жинап күлшелеп, бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді сұйық май құйып, қызып тұрған майға бауырсақтарымызды сала бастаймыз. Екі жағын қызартып, сарғайтып, мен қызарғанын жақсы көремін, сол үшін кішкене қызарыңқырап пісіремін. Сонымен аламыз, вилканы тығып алмаймыз, екі шетінен ұстап, майдан шығарамыз. Міне осылай шығарамыз. Бауырсағымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.